Қайырлы күн. Бүгінгі кітапханамыздың қадірменді қонағы Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Көксу ауданының құрметті азаматы, балалар жазушысы Балақаранова Жұмабал апамыз, қош келдіңіз. Осы сұхбатқа уақыт болып келгеніңізге алғысымыз шексіз. Рахмет. Бүгінгі сұхбатымыздың арқау болған тақырыбы Наурыз ұлыстың ұлы күні. Бұл қазақ жұртшылығы ғана емес, жалпы түркі әлемі үшін айрықша мейрам. Сондықтан да өзіңізді келе жатқан мейрамыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз осы наурызды тойлау, спорт күні, жаңару күні төңірегінде болады. Бүгін бізде 20 наурыз ұлттық спорт күні деп белгіленген болатын. Қазақтың ұлттық ойындарының 150-ге жуық түрлері бар. Мысалы, көкпар, бәйге, қыз қуу, теңге алу сияқты ойындарымыз бар. Соның ішінде ұмыт болған ойындар да аз емес. Соған тоқтала кетсек, ұмыт болған ойындарды қалай жаңғырту болады? Осы туралы өз ойыңызды айтып өтсеңіз. Енді жалпы бүгінгі күнде мен өзім ризамын, өйткені көптеген осы ұмытылып бара жатқан салт дәстүр, ұлттық ойындар, ұлттық өнер, соның барлығы жаңғырып қайтадан тұрмысымызға еніп оралып жатыр. Жастардың зердесіне кішкентайда болса соның дәнін сеуіп қызмет етіп жатқан өздерің сияқты жастар, қоғамдық орындар толып жатыр. Мен ризамын оған. Енді мүлдем ұмытылып кеткен ойын деп айта алмаймын. Мысалы, көкпар ойыны да, тоғызқұмалақ болсын, асық ойыны болсын, бес тас ойыны болсын, қол тұзақ деген ойын ойнайтынбыз бала кезімізде. Арқан тарту, аударыспақ деген болатын. Жігіттер бір-біріне келіп аттың үстінде бірін-бірі күш сынасып аударып жататын. Теңге ілу деген ойын болатын. Осының барлығы біздің ұлттық дәстүрімізді, күшімізді, санамызды жаңғыртып тұратын, сондай бір ерекше әсер ететін, қызыққа батыратын бір жағынан жігіттердің, қыздардың батылдығын, ептілігін өсіретін сондай ойындардың бірі. Мысалы, қазір қыздар отыра қалып бес тас ойнамайды. Біз отырған уақытта мүмкін біздің заманымыз сондай болды, ойнайтын, елігетін заттарымыз болмады. Интернет жоқ, телевизор жоқ, радионың өзі даладан бір шелек сияқты үлкен аппаратура іліп қояды, сол бір уақытта сөйлейді, сөйлегенде барлығымыз соның маңайында жүріп тыңдаймыз. Сондай болғаннан кейін мүмкін біздің шұғылданатын ісіміз болмағасын ба, ойнағанда отыра қалып жаңағы бес тас ойнайтынбыз. Ол бес тастың, мен айтатын болсам, қазіргі уақытта психологиялық жағынан саусақтардың моторикасы дей ма, солардың дамуына қатты әсер етеді екен. Сосын кейін ептілік, орыстар ловкость дейді ғой, ептілік. Шашы жіберген уақытта, әлі күнге шейін менің көз алдымда, шашы жібересің де алдыменен бірден теріп шығасың, тасты лақтырып отырып, ана бірді алып үлгеруің керек. Одан кейін екіден тересің, одан кейін үшпен бірді тересің, одан кейін сипап түгел төртті тересің, сосын кейін былай қойып жеке-жеке ойнайтыны бар. Соның барлығы мына саусақтың ұшының жұмыс істеу қабілетін, сезімталдығын арттыратын бір ерекше әсері болған көрінеді. Біздің жалпы қазақ халқы өздерің ары қарай зердеге салып ойлап қарасаңдар, ешқандай жоғарғы оқу орнында оқымай, академияны бітірмей, университет институтты бітірмей, қалай баланы тәрбиелеу керек, нені дамыту керек, қалай болу керек, ой өрнектер қандай болу керек. Соның барлығын өздері өз тұрмыстарынан, өзінің мына тәжірибелерінен біліп отырған ғой. Соны өздерінің ұрпақтарының бойына сіңіріп, бүгінгі күнге шейін алып келіп отыр ғой, мысалы. Сол сияқты жаңағы асық ойыны, ұлдардың ойнайтын. Ол асық ойыны да қарап отырсаң, анау жаққа тізіп қойған асықты көздеп ату деген, оны үйіру деген, оның түр-тұлпатын білу, қалшы түскен, тәйкі түскен, бүк түскен, ішік түскенін көру деген. Ұлдар деген баяғыда ана сақамыз қарулы болады деп асықты тесіп, оның ішіне қорғасын құятын, ана ауыр лақтырғанда қарулы болады деп. Соның барлығы бүгінгі күнде қарасақ, балалар оны ойнап жүрген жоқ. Кейбіреулері енді бір уақыттарда менің немерем өзі асық жинап, сонымен кішкентай кезінде бір шұғылданбақшы болып сөйткен, сол маңайындағылар ойнамайтын болғаннан кейін бе, ол қалды, сол асық шашылып жатыр әлі үйде. Сол енді мүлдем ұмытылып кеткен ойын жоқ. Көкпар ойыны қазір бүткіл Қазақстан көлемінде ойналып жатыр. Қыз қууында, мына той жиындардың барлығында болып жатыр. Қазақтың ойындары енді керемет қой. Айта берсе, оған тоқталып, бір сағат тоқталуға болады.
Жақсы, енді келесі сұраққа тоқталып өтсек, жаңа өзіңіз сөзге тиек еттіңіз, асық тоғызқұмалақ ойындарының осы баланың дамуындағы рөлі қандай? Енді жаңағы асық ойынын айттым ғой. Анау жақта тұрған асықты көздеп ату дегеннің өзі шеберлік. Мына бүкіл зейіні, оған Мгм. тек қана көз емес, соған деген бүкіл пейілі, зейіні, сосын кейін жаңа көру қабілетін бір нүктеге бейімдеуі, соның өзі үлкен тәрбие ғой. Мысалы, кейбір балалардың қазір көзі дұрыс көрмейтін болып жатыр. Оның барлығы жаңағы компьютерден көріп жатырмыз, мына телефоннан көріп жатырмыз. Егер бір уақыт жаңағы асық ойнайтын болса, ол асықтың тұрған жеріне көздері неше айналып, неше қимылдап, неше бағытқа жүреді ғой. Сонда бір жағынан қарасаң, көзге берілген ол зарядка, жаттығу. Ол әрине оған жақсы әсер етеді. Ал тоғызқұмалақ барып тұрған математика. Оны мименен ойлап, әрбір қазандыққа қаншадан салу керек екен, қалай болу керек екен. Мен өзім тоғызқұмалақ білмеймін, бірақ жаңағы өзім пайымдаймын. Ойнап отырғандардың былай осы қатты ойланғанына қараған уақытта жалпы жүйке жүйесі, жадысы қалыптасады. Ол барып тұрған есеп. Енді бұл ойындар жалпы сол баланы шапшаңдыққа, алғырлыққа үйрететін ойындар ғой. Логикалық жағынан дамуға, соған үйрететін ойындар ғой. Жұмабал апа, енді өзіңіз 40 жылдан астам ұстаз болдыңыз, алдыңыздан талай шәкірт өтті, талай шәкірттен тәрбие алды. Осы қазіргі жастар арасындағы біздің ұлттық тіл мен мәдениет туралы ойыңыз? Енді ұлттық тілді айтсақ, бір жағынан қарасам, жылануға да болмайды. Тіліміз сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, теперіш көріп жатыр деп айтуға да болмайды. Өйткені көптеген заңдар шығып жатыр, жаңағы тіл туралы, көңіл бөлініп жатыр, мекемелер ашылып жатыр тілге байланысты. Соны дәріптеп елдің арасында түзу жолға қоятын мекемелер бар, мысалы үшін. Бірақ дей тұрғанменен бұл тіл мәселесін мен айтар едім, қоғамның барысында, қоғамның өмірінің ішінде іске асырып, сонымен шұғылдану бір бөлек, отбасындағы тәрбиесі тілге деген ол бір бөлек. Бала көбіне шыр етіп жарық дүниеге келгеннен бастап, ол ананың, әкенің, әженің, маңайының қамқорлығында өседі. Тіпті іште жатқаннан бастап ол адамның, бұны кейінде дәрігерлер дәлелдеп жатыр ғой, іште жатқан уақытта біздің міне сөйлеп отырған сөзімізді олар игеріп жатады екен, сезініп жатады екен, даусыңды аңғарып жатады екен. Қазақтар соны білген ғой. Бала шыр етіп жерге түсе салысымен анасын біледі дейді, 3 күннен кейін әкесін біледі дейді. Қазақта солай. Ол қалыптасқан, ол тәжірибеден алынған. Міне сондықтан ол іште жатқан уақыттан бастап ол тілге бейім болып туылады. Бірақ біз не істейміз? Қазіргі жастар қып-қызыл орысша сөйлейді. Ол іште жатқанда орыс тілін тыңдап жатыр. Қазір менің өзімнің кішкентай немерем бар, қазақ бақшасына барады, қазақ тобында. Қазір тілі енді шығып 4-ке келіп қалды, енді 3,5-да қазір. Сөйлемдерді енді айтып кетір. Сол сөйлемнің жартысы орысша. Біз үйде қазақша сөйлейміз, мысалы. Бірақ сол өзінің тобында орысша сөйлейтін балалар бар. Отбасында қазақ тілін меңгермеген балалар бар. Солардың ықпалымен, солардың әсерімен олар да орысқа қарай бейімделіп бара жатыр. Сондықтан мен айтар едім, әр қазақпын деген жаны қазақ, қаны қазақ, рухы қазақ, болмысы қазақ, сезім санасы қазақ адам сол өзінің тілін, ділін, дінін, өзінің тұрмыс салтын, салт дәстүрін түгел меңгерту керек балаға. Бала туғаннан бастап ана тілінің қадір қасиетін біліп, соған құлағы тұшып өсу керек. Сонда ғана біз қазақ тілін өз мәнінде игере аламыз. Ол болып жатқан мына іс-шаралардың барлығы отбасында ондай қадағалау болмаса, отбасында соны іске асыру болмаса, оның өте қиын болады. Енді қазақта баланы тал бесіктен тәрбиелеу керек деп бекер айтылмаған ғой. Иә. Келесі тақырып енді бізде ой өрнектерге де былай көшсек, ой өрнектер арқылы қазақтың дүниетанымы мен өмірге деген көзқарасын қалай түсінуге болады? Яғни ой өрнектердің мән мағынасы деген сияқты. Енді ой өрнектің біз қараған уақытта бір қарағанда, ой, мынау керемет тамаша өрнек екен, тамаша ой екен дейміз. Бірақ оның әр қайсысының сөйлеп тұрған сөзі бар. Қыспағына түсіп бір қарақшыларға ма біреулерге кез болып қалады ғой. Содан
бір қарақшылардың қолына түсіп қалған ғой жаңағы патшаның Мгм. баласы. Бұл қалай беретінін, қалай құтылатынын білмей айлап амалдап отырады да қалпақ басып, соның жиегіне ою өрнекпенен сөз жазып, жаңағы қарақшының біреуіне айтады ғой, мынаны сен менің әйеліме апарып берсең, саған осыған $2000 береді, ділдә береді деп. Содан жаңағыны ақшаны істетпейді. Ақшаны алу үшін жаңағы қалпақты алып әйеліне келген ғой. Әйелі жаңағының жиегіне салынған өрнек арқылы оның қандай жағдайға түсіп қалғанын біліп, барып сол құтқарып әкеледі. Міне көрдің бе? Сонда патша болсаң да, ұлық болсаң да, қолыңнан келетін өміріңе азық болады ау деген сүйенетін бір сенің кәсібің болу керек. Кәсіпсіз еш нәрсе орындалмайды. Сондықтан мына ою өрнектің мәні тек қана әшекейлі нәрсе емес, бұл халықтың тұрмысында өте күрделі мәні бар дүние болған. Ал енді мына сол қол өнерінің бір саласына жатады құрақ құрау. Құрақтың өзін былай қарасаң бұрынғы заманда мата жоқ. Бір жерден келген бір титтей шүберекті сақтап қойып, жинап қойып, соларды бір-біріне қосып, содан көрпе жасаған, немесе қазір комбинированный деп айтамыз ғой, сөйтіп киім тіккен. Бірақ оның мағынасы неде? Әсіресе қызға жасаған уақытта жаңағы көрпені құраған. Себебі қырық құрау елдің басы бірігіп, бір жерде болсын. Бір нәрсеге біріктіру, құрау, бастарын құрау, қазақтың басын құрау, халықтың басын құрау. Жаңағы қыздың басы құралып, үбірлі-шүбірлі болсын, ұлдың басы құралып, үбірлі-шүбірлі болсын дегенді білдірген ғой, меңзеген. Міне сондықтан қазақтың әрбір қолынан келген өнері үлкен мән мағыналы, тәрбиелік мән бар. Енді ұлттың тарихын және дәстүрлерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізудің тиімді жолдары қандай деп ойлайсыз? Енді қазақта бір өте кішкене өрескелдеу мақал бар. Алла тағала кешірсін, енді ұра берсең құдай өледі дейді қазақ. Бірақ бұны енді былай жай айтылған нәрсе ғой енді. Дегенмен сол дүниенің барлығын, біздің ата бабамыздың бізге тастап кеткен дәстүрін, салтын, өнерін, музыкалық құндылық дүниелерін, бүкіл шеберлігін, тарихын біз жастарға осы уақытқа шейін жіпселеп тартып әйтеуір жеткізіп келе жатырмыз. Енді ары қарай даму үшін сол тізгінді алып кететін жастар. Біз мына үлкендер менен жастардың ортасындағы, бұрынғы бабаларымыз менен қазіргі жастардың ортасындағы көпірміз. Біз қолымыздан келгенше соны дәріптейміз, соны айтамыз, соны миына құюға тырысамыз, соның мағынасын, мазмұнын ашамыз. Бұның барлығы балаға тәрбиелік мәні бар деп есептеймін. Егер біз бұны айта берсек, қайталай берсек, біздің педагогикада мынандай дәстүр бар, мынандай әдіс бар. Қайталау білімнің негізі дейді. Неғып біз қайталап сұрай береміз? Кейде үйде немерелеріме бірдеңкені ананы сөйттің ба деп сұрасам, сол қалпымен қалады, сосын тағы да қайталап сұраймын, ананы сөйту керек. Тағы да бір ретінде қайталап сұраймын. Фу, апа, неше рет айттың ғой дейді. Мен мұғаліммін. Мен оны неше рет қайталап, неше рет естуім керек. Сондықтан жаңағындай бүкіл тарихымызға байланысты, осы салт дәстүрімізге байланысты, өнерімізге байланысты, өзіміздің білгеніміз, ежелден ата бабаларымыздың тастап кеткен құндылықтары, соны айта беру керек. 3 рет айтқаннан кейін адамның құлағына сіңісті болады дейді ғой. Соны қайталай берсек, соған енді бүкіл мен сияқты үлкендер, қарттар, ардагерлер бар мысал үшін. Солардың барлығы осы жастарға өзіміздің басымыздан өткен жақсы дүниелерді дәріптей берсек, олардың да зердесіне құйылады деп ойлаймын. Ойыңызға көп рахмет. Енді сіздің балалық шағыңызға саяхат шексек, Наурызды тойлатуда қандай ерекше естеліктеріңіз бар, сонымен бөлісіп кетсеңіз? Жалпы былай айтып жатыр ғой, бір уақыттарда Наурыз мерекесі тойланбай кетті деп. Қарадым өзім осы Наурыз туралы. Сонда 26 жыл мен 88 жылдың аралығында жалпы ұлттық мынандай той ретінде тойланбапты. Бұны діни мереке депті. Жағынан алып қарасақ, бұл діни мереке емес, бұл халықтық мереке. Бұған бүкіл халық қатысады, баласына қарамай, үлкеніне, кәрі жасына қарамай. Ал енді 26 жыл деген арадағы ғой. Мен енді берідегі
мына соғыстан кейінгі туған, жеңістен кейінгі балаларымыз бізде тоқтаған жоқ ол. Біздің ауылымызда мысалы наурыз мерекесін бүйтіп қызыл жасылды киініп, кереметтей болып ән айтып, би билеп шырқамасақ та, әр үйдің бір қазан көжесі қайнап тұратын. Күніне бәрібірдей болмас үшін, ауыл азғантай ғой, енді көп емес, онша бір 50-60 үй шығар. 2 үйге, 3 үйге кезегіменен дәу қазан көже қайнайды. Өздерінің әр үйдің, мысалы менің өзімнің нағашы апам сүр сақтап қоятын, соғымнан бір қазысын, бірдеңесін, сірдеңесін дайындап қояды. Бұл көп көжеге деп, құдай көжеге деп. Оны кезінде көп көже дейтін, құдай көже дейтін. Көп көже дейтін себебі әр үйде жасалады ғой. Құдай көже дейтін, одан ештеңкесін аямайды. Мына көктемге аман есен жеткені үшін әркімнің берген құдайлығы деп есептеледі. Соған біз апаларымызбен десіп барып, жаңағы көжені тойғанымызша ішіп, одан кейін 2-ші үйге барып, 3-ші үйге барып, мәз-мәйрам болатынбыз. Бұның негізгі пайдасы, қарап отырсақ, әркім әртүрлі ғой енді. Біреулердің жағдайы бар, соғыстан кейінгі уақыт, көбісінің бала шағалары, күйеулері соғыстан келмей қалған, жалғызілікті адамдар тұрады. Ас тамақтары дұрыс емес. Кейбіреуі ілбіп, көктемге әрең жетеді. Өзі көктемгі шақты қазақ ұзын сары дейтін. Күн ұзарады, жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін жері дейді. Сондықтан қыстай әлсіреп, ішетін тағамы біреуінің бар, біреуінің жоқ. Қыстың қыспағынан әрең шыққан халық кереметтей жадырап, әр үйден көже ішіп, 1 ай бойы құнарлы көже ішкеннен кейін әрине қоңланып, көтеріліп, кішкене жөнге келеді ғой. Міне сондай оның пайдасы болған. Бізде тоқтаған жоқ ол. Көжемізді ішіп, ой мәз-мәйрам болып жүретінбіз балалар. Жақсы, естеліктеріңізге рахмет. Енді біздің оқырмандарымызға наурыз айында бір жақсы тілегіңізді өзіңіздің айтсаңыз. Наурыз деген жалпы күн мен түннің теңелетін, қыстың қаһарынан құтылып, аман есен шығып, жайнаған шуақты күннің сәулесінің астына аман жетіп, қара жерді басып, құлпырған маңайымыздағы жан жануар еңсесі көтерілген, солардың ортасына еніп, аман есен осыған жеткенімізге тәуба ететін ай ғой. Мал төлдейді, жаңағы Абайдың жазғанында бар ғой. Мал төлдеп, қорада шу деп, құстар келеді, ду-ду. Осының барлығы бір ерекше жаңалықты көрсетеді ғой. Осы жаңалық, жаңарған дүние, басынан басталған дүние деп есептеледі көктем мысалы. Соған аман жеткенімізге ризамыз. Бүкіл өзіміздің Жетісу өлкесінің халқына, соның ішінде Талдықорған халқына, жалпы Қазақстан халқына жылдан жылғы наурызымыз сәні мен салтанатыменен, аманшылығымен, бейбітшілігімен келе берсін. Тұқырымыздан туымыз таймасын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Бала шағамыз, ұрпағымыз саналы болып, осы көндердің істеп жатқан іс-әрекеттерін, тырысып жатқан істерін ары қарай жалғастыруға ниеттерін, саналарын бұрып, жақсылыққа қарай талпына берсін. Бала шағамыз аман болсын, жылдан жылғы мерекеге жете берейік дегім келеді. Жақсы, жүрек жарды тілегіңізге көп рахмет. Ал енді құрметті оқырмандар, жалпы бүгінгі біздің сұхбатымызда қамтылған тақырыптар туралы, салт дәстүрлер, біздің ұлттық тағамдарымыз, ою-өрнектердің шығу тарихы туралы мәлімет білгілеріңіз келсе, біздің кітапханаға келіп танысаңыздар болады. Бізде барлық кітаптар қамтылған. Біз енді көптеген қызықты және маңызды тақырыптарды талдадық. Сұхбат үшін өзіңізге көп рахмет. Бүгінгі біздің сұхбатымызға уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Рахмет жаным.